Назар аударыңыздар. Бұл шығарылым сіздерге түсінікті болу үшін мен Майнкрафт туралы айсберг жасадым. Жалпы кейінгі кездері жасап атқан айсбергтарым сіздерге жосқы өтіп жатыр екен. Сондықтан да бүгінгі шығарылымда мен тек қана Майнкрафт туралы айсберг жасадым. Айсбергтің үстіңгі қабатында көбісі білетін мәліметтер, ал айсбергтің ең төменгі жағына түсетін болсақ, сіздер Майнкрафттың құпияларын меңгеріп алатын боласыздар. Жарайды, онда мен көп созбай айсбергімді бастаймын. Бірінші деңгей, қысқасы аспан. Ойынның шыққан жылы. Ойын дейтін 2009 жылы шведтік программист Маркус Персеннің кесірінен шыққан болатын. Ал 2011 жылы ғана телефонға шықты. Қанша көшірмесін сатқан. Майнкрафт әлемдегі ең көп сатылған ойындардың бірі. Соңғы ресми мәліметтер бойынша ойын дейтін 300 миллионнан астам көшірмесін сатқан екен. Режимдар. Ойында дейтін 3 режим бар, олар выживание, хардкор, творческий. Әр режимнің өз ерекшелігі бар. Мысалға, выживанияда выживать етесің, бұл өте логично. Ал хардкорда өлсең тірілмейсің. Ал творческийде сенде барлық заттарға доступ ашық тұрады. Сонымен қатар сен ұша аласың, ең бастысы сен өлмейсің. Ойынның кереметтілігі. Бұл ойын бізге әр түрлі постройкалар салуға мүмкіндік беретін ойын. Сен бұл ойында өзіңнің қалаған нәрселеріңді сала аласың. Да ты чё? Булник. Бұл ойында көптеген мобтар сені булит етеді. Барлығы емес әрине. Осындай бір мейірімді жандар бар, ешкімге зияны жоқ. Ойынның мақсаты. Бұл ойынның мақсатын мен айтпасам да білетін шығарсыздар. Яғни эндер порталын ашып драконды өлтіру қажет. Шексіз мүмкіндіктер. Бұл ойында ең қызығы сен модтар жаза аласың. Ал модтардың түрлеріне келетін болсақ, олар өте көп. Сонымен қатар бұл ойында модтардан бөлек карталарда жазуға болады. Ал ол карталар өте әдемі және де тартымды. Ал егер сен сериал түсіргің келсе, меніңше Майнкрафтты таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені Майнкрафт осындай шексіз мүмкіндіктерімен сенің психикаңды қорқытатын нәрсені де жасауға болады. YouTube банға тықпа. Бітпейтін модтар, бітпейтін карталар және де шейдерлер. Шейдер бұл ойынға өте керемет графика қосады. Осы үшін маған Майнкрафт ойыны ұнайды. Жалпы ойын дейтін контентке толы десек те болады. Тоже Майнкрафт ойынына өмірін арнағандар да болды. Ал осылайша Майнкрафт айсбергінің бірінші деңгейі аяқталады. Екінші деңгей. Верхушка айсбергі. Крипер ойынның символы және де біз оны Майнкрафттың логотипінде де кездестіре аламыз. Жалпы крипердің өзіндік жеке тарихы бар десек те болады. Ал егер криперге найзағай соқса, ол зарядталған криперге айналады. Эндермен. Сіздер білдіңіздер ма эндермендардың судан қорқатынын? Өйткені су эндермендарға зақым беретіндіктен эндермендер судан қорқады. Майнкрафттың бастапқы аты. Біле білсеңіздер, бастапқыда ойынның атауы Майнкрафт емес, Cave Game болған. Яғни қазақшаға аударатын болсақ, үңгір ойыны. Алтын алма. Сендердің қазір экранда көріп тұрғандарың бұл жай ғана алма емес, бұл алтын алма. Және де оны жасау үшін сендерге 8 алтын және де бір кәдімгі алма қажет. Ал егер сен асау тұлпарды өзіңе бағындыра алмай жүрсең, егер де сенде алтын алма болатын болса, ол тіпті ең асау тұлпарды бір сәтте саған бағындыратын күшке ие. Дискалар.
Музыкалық дискілер, оларды джукбокста ойнатуға болады. Бірақ бұл дискілерді алудың ең қызық жолы бар, яғни сандықтан табудан бөлек. Егер скелет криперді байқаусызда өлтіретін болса, одан сирек кездесетін музыкалық диск түседі. Сен бұл әдіспен тек қана бір ғана диск емес, Майнкрафттағы барлық музыкалық дискілерді жинай аласың. Крепс Эндер. Сен Эндер порталын ашу үшін саған міндетті түрде 12 Эндердің көзі қажет. Бірақ ең аңыз факт, Майнкрафт тарихында бірде-бір көз салмай-ақ өздігінен ашылып тұрған порталдар кездескен. Мұндай жағдайдың болу мүмкіндігі 1 триллионнан бір ғана жағдай. Егер сен сондай порталды тапсан, демек сен әлемдегі ең жолы болғыш ойыншысың. Слизн. Сіз білдіңіз бе, Слизнді тек қана тегіс әлемде ғана емес, кәдімгі әлемде де кездестіруге болатынын. Яғни оның кездестірудің екі жолы бар. Біріншісі 40-шы игректан табу, ал екіншісі батпақ биомына барып түннің батқанын күту қажет. Слизнді нағыз ай балалары десек те болады, өйткені слизннің пайда болуы тікелей айға байланысты. Яғни толған айда слизндер ең көп пайда болатын уақыт, ал жаңа айда мүлде слизндер пайда болмайды. Жедел. Сіз білдіңіз бе, зомби жедел тұрғынды қайтадан адам қалпына келтіруге болатынын? Ол үшін сізге тек қана екі-ақ қана зат керек. Біріншісі ол әлсіздік зельясы, ал екіншісі ол жоғарыда талқылап кеткенімдей алтын алма. Голем. Сіз білдіңіз бе, егер темір големнен 3 блок жоғары көтерілсеңіз, Майнкрафт механикасы бойынша големдер 3 блок жоғары тұрған нысанаға зақым келтіре алмайды. Солай големді өлтіріп тастауға болады. Фантом. Сіз білдіңіз бе, егер Майнкрафт әлемінде 2 күн қатарынан жоқтамайтын болсаңыз, сізге фантомдар деген ұшатын мобтар шабуыл жасайды. Бірақ егер сіз мысық асырайтын болсаңыз, фантомдар сізге мүлде жақындамайды. Пиглин. Біле білсеңіздер, Майнкрафт әлемінде пиглиндармен сауда жасауға болады. Қысқасы, пиглиндармен сауда жасау үшін сіздің үстіңізде кемінде алтыннан жасалған бір сауыт болса жеткілікті. Ал егер ондай нәрсе болмайтын болса, пиглиндар сізге шабуыл жасайды. Незер. Бастапқыда Незер әлемнің атауы Незер емес, тозақ әлемі болған. Және де көптеген жаңартулар жүргеннен кейін тозақ әлемнің атауын Незер деп өзгертті. Ал осылайша Майнкрафт айсбергінің екінші деңгейі аяқталады. Үшінші деңгей. Терең сулар. Далекие земли. Майнкрафттың шеті бұл ойынның шекарасына жақындағанда пайда болатын баг. Жер бұзылып, таулар қисайып, әлем сынған сияқты көрінеді. Бұны Майнкрафттың создателі Ноч баяғыда осылай қалдырып кеткен болатын. Бір қызығы, бұл спамнан 12 миллион блокта орналасқан. Яғни бұл жер тек қана Майнкрафттың 1.73 бета нұсқасында ғана кездеседі. Бірақ айта кететін нәрсе бар. Бұл жақта Майнкрафт өте жаман қатады, сондықтан да сақ болыңыздар. Херабрин. Бұл мифті мен айтпасам да білетін шығарсыңдар. Жалпы Херабрин туралы ең алғашқы пост 2010 жылдың 17 тамызында шыққан. Бірақ кейін Майнкрафт форумынан бұл пост бір жолата жойылды. Кейбір ойыншылар Херабриннің ең алғашқы постын әдейі жойып жатыр деген сынға алды. Сол кезде көптеген ойыншылар Моджанг пен Маркус Персон Ноч бізден бір нәрсені жасырып жатыр деген түсінік қалыптасты. Көбісі содан кейін Майнкрафтта жаңа карта ашып өздерінің әлемдерінде Херабринді кездестіргісі келді. Херабрин Ночтың ағасы. Кейбір аңыздарда Херабрин Ночтың қайтыс болған ағасы ретінде делінеді. Бірақ іс жүзінде ол ресми дәлелденбеген, немесе бұл жай ғана қорқынышты әңгіме болуы да мүмкін. Ал егерде шындықтың бір бөлігі болса ше, Эндерменнің дыбыстары. Сіздер білдіңіздер ма, Эндерменнің дыбыстары шын мәнінде адамның сөздерін керісінше айналдырғандағы аудиолар екенін. Мысалы осы фразалар.
Сирек кездесетін баг. Бұл Майнкрафтта өте сирек кездесетін баг. Кейбір ойыншылар басты менуда Майнкрафт деген атаудың орнына Minecraft деген жазуды байқаған. Яғни бұл өте сирек кездесетін қызықты баг. Координаталар. Ал енді координаттарға келетін болсақ, Майнкрафтта Y координатасының да өзінің шектеулері бар. Яғни әлемнің биіктігі шексіз емес. 11 және 13 дискалар. Майнкрафтта тағы ең жұмбақ заттардың бірі бұл 11 және 13 дискалар. Ең алдымен 11 дискадан бастайық. Егер де біз 11 дисканы джукбоксқа салатын болсақ, 11 дискада өте түсініксіз дыбыстар, ауыр тыныс алу және де бір нәрседен қашып жүргендей әсер береді. Ал 13 диск одан да қорқынышты атмосфераға толы десек те болады. Кейбір теорияларға қарағанда, бұл екі дискі бір-бірімен байланысты делінген. Яғни 13 дисктегі оқиға 11 дисктің жалғасы сияқты. Бұл жай ғана дыбыстар ма? Әлде бір жасырын оқиға бар ма екен? Әрине, өз ойларыңызды комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Қызыл дракон. Сіз білдіңіз бе, баяғыда разработчиктер Майнкрафтқа қызыл драконды қоспақ болғанын, бірақ кейін бұл идеядан бас тартты. Ал Эндер дракон соның орнына жасалған негізгі босс. Маркус Перси Ноч бастапқыда ойынға әртүрлі айдаһарларды қосуды ойлаған. Соның ішінде қызыл айдаһар идеясы да болды. Өшірілген элементтер. Майнкрафтта бір кезде өте түсініксіз кейіпкерлер болғанын білдіңіз бе? Бұлар Майнкрафттың ең ескі версияларындағы әшейін сынақ кейіпкерлер. Ең қорқыныштысы, кейбіреулер өздігінен қозғалып қорқынышты болып көрінген, бірақ кейін Mojang оларды ойыннан толығымен өшіріп тастады. Ал осылайша Майнкрафт айсбергінің 3-ші деңгейі аяқталады. 4-ші деңгей. Айсбергтің ортасы. Әлемнің шегі. Майнкрафтта әлемнің шегі бар екенін білдіңіздер ма? Яғни сен жаңа версияларда спамнан 30 миллион блок алсаған кезде ойын бұзыла бастайды. Ойын сені арнайы көрінбейтін барьермен тоқтатады. Ал одан кейін ол барьерден өту мүлде мүмкін емес. Қысқасы, сен бұл жаққа жаяу жетемін деп армандамай қой. Өйткені бұрынғыдай далеки землиге жаяу жеткен сияқты бұл жаққа мүлде жаяу жете алмайсың. Оған тек жетудің тек бір амалы бар, яғни осы команда арқылы. Бірақ бұнымен бәрі біткен жоқ. Ең қорқыныштысы Minecraft Pocket Edition'дағы әлемнің шегі. Minecraft Java'да сені барьер тоқтатса, ал Minecraft Pocket Edition'да сен тым алысқа кеткен сайын әлем бұзыла бастайды. Кейде блоктар көрінбей кетеді, жер жүктелмей, ал ойын бос кеңістікке айналғандай болады. Floating point багы. Майнкрафтта екі түрлі нәрсе бар. Біріншісі әлемнің шегі, ал екіншісі floating point багы. Яғни бұл спамнан тым алысқа кеткенде ойынның координаттарының дұрыс есептей алмай қалуы. Сол кезде Майнкрафт бұзыла бастайды, қозғалыс дейтін дірілдейді, блоктар қате жүктеледі, ал әлем бір түрлі болып кетеді. Қысқасы, барьер әлемнің шегіне жеткенде сені тоқтататын тосқауыл. Ал floating point багы спамнан әлемнің шегіне жақындаған кезде
кезде ақырындап әлемнің бұзылуы. Жалған чаңдықтар. Майнкрафттағы ең қорқынышты құбылыстардың бірі бұл жалған чаңдықтар. Яғни Майнкрафт әлемі бөлек-бөлек чаңдықтардан тұрады. Бірақ сен әлемнің шетіне жақындаған сайын кей чаңдықтар қате жүктеле бастайды. Сол кезде жер бар сияқты көрінеді, бірақ шын мәнінде ол жақ жоқ болуы мүмкін. Сен оның үстіне шыққан кезде кенет оның астына құлап кетуін қалыпты жағдай емес, өйткені ол жалған чанг. Заңсыз блоктар. Майнкрафтта выживание режимде сен ала алмайтын ерекше блоктар бар. Оларды тек қана творческий режимде ғана алуға болады. Көп адам ол блоктарды заңсыз блоктар деп атайды. Соның бірі Bedrock. Бұл блок әлемнің ең төменгі қабатында орналасқан, және де ол блокты выживание режимінде сындыру мүлде мүмкін емес. Сосын тағы біреуі көрінбейтін блок. Яғни бұл Майнкрафттағы көзге көрінбейтін жалғыз блоктардың бірі болып саналады. Мінекей көрінбейтін блокты алудың арнайы командасы. Ал Майнкрафттағы ең танымал заңсыз блоктардың бірі бұл командный блок. Ол арқылы Майнкрафттағы түрлі командалар мен механизмдерді басқаруға болады. Және де ол блокты алу үшін осы команданы жазу керек. Debug stick. Майнкрафтта қарапайым ойыншылар білмейтін заттардың бірі бұл debug stick. Және де оны выживание режимде алу мүлде мүмкін емес. Тек осы команда арқылы ғана беріледі. Бұл кәдімгі таяқ сияқты көрінгенімен, сен ол арқылы блоктардың жасырын настройкасын өзгерте аласың. Мысалы, бір блоктың бағытын, күйін немесе формасын ауыстыруға болады. Сол себепті debug stick Майнкрафттағы ең странный заттардың бірі болып саналады. Light engine багтары. Майнкрафтта кейде жарықтың өзі бұзылып кетеді. Демек, бұл light engine багтары деген сөз. Яғни ойын жарықты дұрыс есептей алмай қалады. Сол себепті кей жерлер аяқ астынан қараңғы болып кетеді. Ал басқа жерлер керісінше жарық болып тұрады. Мысалы, күн түсіп тұрса да жерде қара дақтар пайда болуы мүмкін. Немесе үңгірдің іші еш себепсіз жарық болып тұрады. Ал осылайша Майнкрафт айсбергінің 4-ші деңгейі аяқталады. 5-ші деңгей. Қараңғы тұңғиық. Стип-постинг. Бұл жай ғана мем емес, яғни бұл стиппен байланысты күлкілі немесе бір түрлі контент түрі. Мағынасыз мемдар, қызық позада тұрған стип, қорқынышты немесе странный суреттер, мен жалғыз емеспін деген сияқты қорқынышты атмосфера береді. Стип бос қарап тұрады, бірақ ештеңе істемейді. Сол тыныштықтың өзі ең қорқыныштысы. Интернеттен өшірілген модтар. Майнкрафтта интернеттен толықтай жойылып кеткен немесе табылу өте қиын модтар бар. Мысалы, біріншісі Aether Gravity мод. Кейбір нұсқалары жоғалып кеткеннен кейін тек қана ескі форум жазбаларында ғана сақталған. Екіншісі Red Power 2. Авторы дамытуды толығымен тоқтатқаннан кейін ресми түрде жүктеп алу сілтемелері мәңгілікке ғайып болды. Үшіншісі Better Than Worlds. Бір кездері ресми сайттарда болғанымен, бірақ кейбір ескі нұсқаларын табу өте қиын болған. Егер ешкім осындай модтарды архивтеп сақтамайтын болса, ондай модтарды қайта іздеп табу мүлде мүмкін болмай қалады. Аяқталу поэмасы. Сіз Майнкрафтты Ендерайда қарым бір рет болсын жеңген болсаңыз, экранда баяу жылжитын ұзақ мәтінді көрген боларсыз. Бірақ көпшілігі бұл титрларды өткізіп жүруі ғажап емес, өйткені бұл титрларды Майнкрафттың копиялары жасырылған. Яғни сіздің Майнкрафтта өткізген әрбір уақытыңызды меңзейді. Мысалы, салған үйлеріңіз, қазған шахталарыңыз тек қана қысқа ғана арман, ал сіздің өмір сүріп жатқан нақты өмір ұзын арман. Ойын сізге сен ғаламның бір бөлігісің, ал ғалам өзін сенің көзің арқылы ғана танып жатыр деген философиялық ой тастайды. Стимуляция теориясы. Бұл термин ойын контекстінде бірнеше түрлі бағытта қарастырылуы мүмкін. Яғни көбінесе ойынны адам психологиясына әсер немесе ойын әлемінің жарғысы туралы теорияларға қатысты айтылады. Майнкрафттың танымалдылығы миды әртүрлі деңгейде стимуляциялау қабілетімен түсіндіріледі. Мысалға алатын болсақ, шығармашылық және еркіндік,
допаминдік стимуляция, терапиялық әсерлер жатады. Яғни Стип эксперименттің нысаны. Кейбір теориялар бойынша ойын әлемі Стиптің санасындағы симуляция немесе белгісіз бір күштердің бақылауындағы эксперименттік палаген. Entity 303 бұл Herobrine секілді Майнкрафттағы ең қорқынышты аңыздардың бірі болып саналады. Кейбір адамдардың айтуынша бұл ойынға кіріп кеткен белгісіз бір entity, яғни түсініксіз нәрсе делінген. Аңыз бойынша ол ойынға кіріп кеткен хакер деп те айтылады. Ол ойыншылардың әлеміне кіріп бәрін бұза бастайды делінген. Бірақ бір нәрсе айдан анық. Entity 303 Майнкрафттағы ең жұмбақ құпиялардың бірі болып саналады. Бұзылған сеттер. Майнкрафттағы әрбір әлем белгілі бір сеттер арқылы құралады. Бірақ кейде өте сирек кездесетін сеттер әлемді әдеттен тыс етіп генерациялайды. Мысалға алатын болсақ, үлкен қалыптан тыс үңгірлері бар сеттер. Ауылдың ауада қалғып тұрғандай болып көрінетін генерацияланатын сеттер. Бір-біріне жабысып кеткен биік таулар. Осы айтылғандардың бәрі бұзылған сеттерге жатады. Ал осылайша Майнкрафт айсбергінің 5-ші деңгейі аяқталады. Үңгірдегі дыбыстар. Майнкрафтта үңгірде естілетін қорқынышты дыбыстардың сыры көпшілікті әлі күнге дейін таңғалдырып келеді. Олар тек қана ойынның атмосферасын қорқынышты ету үшін ғана қосылған. Яғни үңгірдің қараңғы жақтарында жүрген кезде ойын кездейсоқ 19 түрлі жұмбақ дыбыстарды ойнатады. Стип адам емес теориясы. Бұл теория бойынша Стип кәдімгі адам бола алмайды. Себебі ол ойын барысында жүздеген тонна блоктарды қалтасында емін-еркін алып жүре алады. Бірнеше метр биіктен секіріп аман қалады. Бір сәтте алып құрылыстар тұрғыза алады. Яғни бұл Стиптің физика заңдарына бағынбауын білдіреді. Chunk Corruption Echoes теориясы. Бұл теория бойынша әлемдегі чанктар зақымданатын болса немесе дұрыс шектелмей қалған блоктардың жоғалып кетуі, жердің дұрыс құралмай қалуы, жарықтың қате есептелуі, кенеттен пайда болған бос кеңістіктер немесе оған генерацияланған жерлерді жатқызуға болады. Көрінбейтін мобтар багы. Майнкрафтта кезінде әртүрлі версияларға тән багтардың бірі бұл көрінбейтін мобтар багы. Мобтар ойыны ішінде бар болып саналғанмен оларды көру кезінде техникалық қателер болған. Бұндай қате көбінесе чанктардың дұрыс шектелмеуінен немесе сервердегі синхрондау мәселелерінен пайда болады. World Worlds Bleeding in the Nuance теориясы. Бұл теория бойынша бұрын жойылған немесе бүлінген әлемдердің қалдықтары жаңа әлемдерге өтіп кетеді деген түсінік қалыптасқан. Яғни бұл оған жер бедерін немесе қалыптан тыс генерацияланған деп те айтады. Көбісі бұны ескі әлемдердің іздері деп түсінеді. Бірақ шын мәнінде бұндай құбылыстар көбінесе чанктардың қате жүктелуінен, әлем файлының білуінен, модтардың әсерлерінен немесе ойынның бақтарынан болуы мүмкін. Ал осылайша Майнкрафт айсбергінің ең соңғы деңгейі аяқталады. Видео соңына жетті ғой әзірдегенде. Сіздерге Майнкрафт туралы айсберг қызықты болды деген ойдамын. Видеоны барынша ұзақтау қылып шығардым. Тағы да осындай видеоларды шығарғанымда қаласаңдар, осы каналға жазылуды және де осы видеоға лайк басуды және де осы видеоға комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Сіз осы 3 шарттың бәрін орындаған болсаңыз, алдағы уақытта менің каналымда тағы да ұзын минуттық айсберг видеолар шығатын болады. Ал мен осылайша видеомды аяқтаймын. Қош сау болыңыздар.